Сәлем достар, бүгінгі видеода мен сіздерге осындай джинсовый шалбардың замогын ауыстырудың ең қарапайым жолын көрсетемін. Еш нәрсені қиындатпаймын, жай ғана сөгемізде ауыстырамыз. Міне осы замокты салатын боламыз. Қазір жаңа ғана міне екі шалбардың замогын ауыстырдым. Қазір сіздерге көрсетейін қалай болып шығатынын. Міне қараңыздар. Міне осындай әдемі болып шығады. Міне бірінші шалбар, енді екінші шалбар. Міне осындай әдемі қарапайым жолмен ешқандай қиындығы жоқ. Міне көрдіңіздер ме? Жай ғана сөгесіздер, замогын орнына қоясыздар. Қазір осы тәсілді сіздерге көрсетемін. Екі шалбарым дайын, енді үшіншісін түйін деп жатырмын. Бірінші кезеңде мен мына жерден сөгіп аламын. Осы жерден ғана замок тұрған жерді ғана сөгесізден үстіңгі белдіктің осы жерін ғана сөгеміз. Алдыңғы бетінде де солай сөгесіздер. Тура осы жерді ғана, замок тұрған жерді ғана сөгеміз. Мына осы жерін толығымен сөгіп аласыздар. Міне мына жерде закрепка берілген. Осы жерін барлығын сөгіп аласыздар. Міне өз бір тігіс қана. Оны сөгу үшін астыңғы жағынан бастасаңыздар да болады. Мына жерде закрепка берілген жерін алып тастасаңыздар, мынаның барлығы оңай сөгіледі. Мен мына жерден бастаймын. Осы жақты бірінші сөгіп аламын, сосын мына жақты бастаймын. Енді бұның бәрін сөгіп дайындап алдық. Енді замогымызды дайындайық. Замокты бірінші өлшеп аласыздар осылай. Мынау ұзын. Міне мына замокты осыған келтіріп қию керек. Негізінде осылай өлшеп алады да. Міне қараңыздар. Осылай өлшеп алады да. Нәрсені осылай сызады. Содан кейін мына замоктың үстіңгі жақтарындағы тістерінің бәрін сөгдіп алып тастайды да. Осылай екі несі қалады, осы жерден қиып алып тастайды. Содан кейін замок солай арт жақта обычно осылай қалады. Тістерінің бәрін плоскостьпен жұлып алып тастайды. Менде қазір қолымда инструменттерім болмайды. Мен басқаша тәсілді қолданамын, өзімнің қарапайым тәсілімді. Сол тәсілді сіздерге бөлісейін. Мен осылай ешқай жердің үстіңгі жағын тиіспеймін. Маған осылай ыңғайлы. Міне. Өйткені үстіңгі жағын мен бұзғым келмейді. Осылай өлшеймін. Сосын мына жерден белгі қойып аламын. Содан кейін мына жердегі тісі тұрған жерді мен қазір бірнеше қайра тігіп тастаймын мына жерді. Міне осылай 4 қабатқа жіп дайындап алдым. Енді осы жерді тігіп тастаймын. Әрине көбінесе адамдар айтуы мүмкін, бұлай дұрыс емес деп. Бірақ та мен сіздерге айтайын, бұл жерге ешқандай нагрузка түспейді. Өйткені біздің замокқа бұл жерге дейін жетпейді жабылған кезде. Бізде мына жерде закрепка беріліп тұрады, мына жаққа ешқандай нагрузка түспейді. Бұл еще шалбардың астында тұрады. Көрінбейді де біріншіден, екіншіден оған ешқандай нагрузка түспейді. Ол мүлдем ашылмайды ол жаққа қарай. Сондықтан алаңдамай осылай жасай берсеңіздер болады. Олай жасамайым десеңізде, жаңағыдай жасайсыздар. Қиып аласыздар да мына тұрған өзінің закрепка берген темірін алып, мына жерге қыстырасыздар. Плоскостьпен алу керек, бұны алып, мына жерге қойып қыстырып тастайсыздар, болды. Сіздерге айттым, мен өте қарапайым жолдарды пайдаланамын, қиындатқан ұнамайды. Міне, болды. Бұл бітті. Енді қараңыздар. Енді осы жерді қолмен бір-екі рет қайырсаңыздар, замок өзі ашылады. Кішкене босайды мына жер. Содан кейін тігінге пайдаланбайтын керек емес қайшыны, күнделікті өмірде пайдаланып қайшымызды аламыз да, осы жерден осылай қия саласыздар. Міне, осылай қия саламыз, болды. Жер осылай бекітілді. Енді замогымыз дайын. Жаңа бірінші сөгіп бастаған жерімізде сол жерден бастап қайттан көктеуді бастаймыз. Ол яғни мына жер. Осы жерге қайтадан кіргіземіз. Мына жерін қысқартсаңыздар да болады. Осы жерге қайттан кіргіземіз. Өзінің тұрған орнына. Жаңадан тігіп атқан адамдарға сіздер замокты сөгетін кезде мына жерге бормен сызып алсаңыздар болады, белгі сап, бұрынғы тұрған орнын. Мен басында солай істейтінмін. Мына жермен бормен сызып қоямын осылай. Замокты сөкпей тұрып, содан кейін барып сөгетінмін. Мынаны аласыздар да осылай өз орнына қайттан қоямыз. Қажетті сол жерге қоямыз да. Мен қазір осы жерді
инемен көктеп алам бірінші. Жай ине жіппен көктеп алам, содан кейін барып машинкамен жүргізем. Міне осылай. Соңына дейін. Мына жерде көктеп алам. Міне осылай инемен көктеп алдым. Тек қарапайым тігіспен. Енді замокты жабамын. Замокты осылай жабамыз. Содан кейін мына бетін осылай жабасыздар. Жауып. Осылай жапқан кезде замок өз орнына тұра қалады. Бұрынғы өзінің орнына. Бір-екі жерден осылай қыстырып қояйын. Өз орнын табу үшін бізге. Міне осылай қыстырып қойдым. Сыртынан 2 жерден. Енді мына жақ бетіне аударам. Міне достар, ине қыстырып алдым. Ар жақтан да бер жақтан да қыстырсаңыздар болады. Енді міне осылай ашып көресіздер. Ашқан кезде міне замогымыз мына жақта қалу керек. Міне қараңыздар. Жаңағы замогымызды мен жаңа айтқандай сіздерге былай жасауға болады. Ең оңай жолы. Өз орында бұрынғы ескі замок тұрады ғой. Соны сөкпес бұрын сіздер аласыздар да мына жерге осылай бормен сызық аласыздар. Сол кезде замокты сөгіп алып тастаған кезде сізде мына жерде орындар тұрады. Тура сол орынға аласыздар, мына замокты осылай қоя саласыз. Міне өз орнына қоя саласыз да, осы жерден тігіс жүргізе саласыз. Болды. Қарапайым жолы осы. Содан кейін замокты жабамыз. Мына инелер бөгет жасап тұрмыз. Замокты жабасыздар. Осылай тұру керек. Тексереміз. Дұрыс тұрмағаннан кейін түймесін бірінші жауып көресіздер. Бәрін жауып көрген кезде барлық орында тұрмас, оны тексересіздер. Қалай болып барлығын тексереміз. Осылай арт жағынан тік. Ең соңында мына жерде біз өзімізге закрепка береміз. Міне мына өзінің бұрынғы орны тұр ғой. Сол орынға былай тігіп, мына жерге дейін әкеп закрепка береміз. Мына жағын қараңыздар. Ақ жіппен көктеп қойдым әдемілеп. Мына жерінде де көктеп қойдым. Қазір енді машинкаға отырамын. Мына жерде бормен сызып алам. Міне, тура осының үстіне жүргізіп шығам. Міне қараңыздар, осындай машинада арнайы лапка болады. Молния тігетін. Осы лапканы салып, осымен тігесіз. Және түстестің кішкене келетін осыған жіп тауып аласыздар. Түстесті жіп дайындап, сонымен тігеміз. Мен мына жерде 2 рет жүргізесіздер закрепкамен. Сосын мына жерге былай түзу бір сызық жүргіздім. Енді камераны ыңғайсыз болды ұстап тұрған, сондықтан көрсете алмадым. Міне осылай түзу бір сызық. Жай ғана тігіс жүргізесіздер түзу. Сосын мына жерден 2 рет жүргіземіз. Одан кейін мына жаңағы көктеген жіптерімізді алып тастаймыз. Бірінші жағын толығымен бітірдім. Міне қараңыздар, іші сыртын мына жерден бірнеше рет жүргіздім, өйткені сөгіліп кетуі мүмкін. Одан кейін ішіндегі жіптерін барлығын алдым. Енді екінші жағына көшемін. Міне дәмен бормен белгілеп қойған жерді осылай тігіп шығам. Және мына жерден 2 рет жүргізіп шығам. Түзу тігіспен. Қараңыздар, міне замогымыз дайын. Міне мына жерден түзу сызық жүргізіп, мына жерден бұлайнан да закрепка бердім бірнеше рет. Содан кейін мына жерлер қалың болады. Кейбір машиналар дұрыстап тікпей қойды. Промышленный машина болмаса, бытовой кішкене қиналады. Міне замогымыз осындай әдемі болып шығады. Көрдіңіздер ме? Мына жағын барлығын 2 реттен, мына жерлерін 2 рет тігесіздер, 2-3 рет. Закрепка беріп тігіп қойсаңыздар, ол көпке шыдайтын болады. Міне осылай 3-ші шалбарымыз да дайын болды. Жылдам әдемі болып шыға келді. Көрдіңіздер ме? Тез ақ тәсілмен тігіп аласыздар үй жағдайында. Достарым, міндетті түрде каналыма жазылып, лайк қойып, қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Алдағы жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін. Назарларыңызға рахмет.